Құрметті тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Шырмалған тағдыр 53-54 бөлімдері. Мәжиде күйеуі Қазыммен татуласам деп мейрамханаға келді. Алайда өзі ойлағандай болған жоқ. Ол жерде Назлы болды. Назлы шықты да: "Мен сендерді түскі асқа шақырып едім, мен шақырдым" деді. Ал Сара болса, есікті ашқан кезде есіктің алдында туған ұлын көрді. Ұлы да анасын көрді. Ал Мәжиде дәретханадан шыққан кезде бүкіл ішіктерді көрді. "Бұл жерде не болып жатыр?" деді. "Қазым, сен осымен не істемекшің? Мен сенімен тұрмайым" деді. Ал Ахметті көрген кезде одан да қатты ашуға мінді. Ал Ахмет оны көріп өте риза кейіппен тұр. Берен ханым да Ясимин де риза. Ал Мәжиде мен Қазым оларды көріп шошып кетті. Сөйтті де Мәжиде сыртқа шығып кетті. Ал Қазым: "Енді не болады?" деді Назлыға. "Басталмай жатып аяқталатын болды ғой" деді Назлы. Қазым не істерін білмеді. Ал іште Зафер мен Сера, Ахмет барлығы төбелесіп жатты. Ал Ахмет болса Қазымға барлығын түсіндірмекші, бірақ Қазым түсінгісі келмеді. Сара болса ұлы Атештің артынан келе жатыр. "Ұлым, тоқташы, сөйлесекші. Сен менімен сөйлеспесең, неге менің үйіме келдің онда?" деді Сара. Жиһангер Заферді алып бір жерге бармақшы. "Зафер, неге үндемей отырсың? Бірдеңе деші, адамды қорқытпашы" деді. Ал Нермин болса Мәжиденің шүйкесіне тиіп отыр. "Сендер енді ажырасасыңдар ма?" деді. Мәжиденің берген сұхбатын көрді. Ал Мәжиде болса ашуланып: "Нермин, бөлмеден шығып кетші." "Я, мен кетем, бірақ мен сен сияқты емеспін, өзіңмен салыстырма" деді. Мәжиде заттарын жинап көлікке отырайын деп жатқанда Берен ханым мен Ясимин келді. "Ақыры дегеніме жеттім-ау. Сені осы үйден қуу үшін қаншама еңбектендім" деді. Ал Ясимин болса: "Бұл демалысқа емес, ағамен ажырасу үшін кетіп бара жатқан шығар" деді. "Я, дұрыс айтасың, ағаңмен ажырасам" деді. Ал Зафер болса Ахметтің үйіне келіп шу шығарды. Ахмет тұрмақшы болды, бірақ арада Сера оларды тоқтатты. Сераны Зафер қарғап кетті. "Мен саған көрсетем" деді. Назлы Қазымға келіп: "Осы мәселені шеш, әйеліңмен татулас. Таңертеңге дейін 24 сағат уақыт берем" деді. Зафер ұлы Жанға хабарласып: "Ұлым, мен сені жақсы көрем. Қайдағы жоқ бір әйел үшін тастап кеткеніме әлі өкінем" деді. Ал Сера болса Ахметке: "Ахмет, бір жерің ауырып тұр ма? Сен неге оған қарсылық көрсетпедің" деді. "Мен оған, ол қалыпты жағдай ғой" деді. "Апаң хабарласпады ғой" деді Сера. "Екеуміз бір басқаша іс тындырайық, оларға сенуге болмайды" деді Сера. Шермен ханым Жиһангерге хабарласып: "Бүгінгі кешке дайынсың ба" деді. "Я, дайынмын" деді. "Бірақ мен ойын жайлы ұмытып кетіппін" деді. "Сонда сен мені ойламадың ба" деді Шермен. Ойладым" деді. "Жарайды, кешке барам" деді Жиһангер. Қазым анасымен сөйлесті. Ал Берен ханым қырық өтіріктерінің бірін айтып жатса да, Қазым оған сенбейтіндерін айтты. "Сіз Ахметтің келетінін білдіңіз ғой, ана" деді. "Жоқ балам, мен оның қашан келетінін де білмедім" деді. "Онда сіз кеше маған Ахмет келгісі келеді деп айттыңыз ғой" деді. Сол кезде сыртта олардың әңгімелерін Нермин естіп көзі бадырайып кетті. Ал Қазым кеткен соң Нермин келіп: "Ана, сіздің жоспарларыңызды білем. Ахметті таққа отырғызып, Қазымды тақтан алып тастамақшысыз ғой. Сіздің жоспарыңыз сондай ғой. Барлығын Қазымға айтып берейін бе" деді. Сол кезде Берен Нерминнің бойынан қылқындырып: "Мен сені өлтірем, құра" деді. Қазым Мәжидеге келіп кешірім сұрамақшы болды. "Қазым, кет мұнда, мен сенімен сөйлескім де көргім де келмейді" деді. "Жоқ Мәжиде, сөйлесеміз" деді. Сөйтті де Қазым: "Мен сенімен сөйлескім келеді" деді. "Сен де менімен сөйлескің келетін шығар" деді. Ал Мәжиде болса: "Бұл жерден кет, мен сенімен ажырасам" деді. "Ажыраспаймыз" деді. "Сен маған ештеңе де айтпай партия мүшесі болып мені мүсін етіп қоймақшысың ғой" деді. Жиһангер мен Шермен ханым ойынханада кездесіп, екеуі аямай ішімдік ішті.
Сара болса ұлын іздеп сыртқа шықты. Сол кезде бір топ көше балалары Атешті аямай ұрып жатты. Ал Шерми мен Жиһангер түн жарымда үйге кірді. Сөйтті де, жатыңыз, сіз қаттамас болып қалдыңыз деді. Жоқ, Жиһангер ішейікші деді. Жоқ, ертең сөйлесеміз деді. Бірақ Жиһангерді төсекке тартты. Мәжиде мен Қазым татуласты. Екеуі алғашқы түндерін өткізді. Мәжиде Қазымға бір шарт қойды. Енді маған олай сөйлеме деді. Таңертең ұйқысынан тұрып, Жиһангерді төсегінен көрген Шермен ханым түсінбей қалды. Біздің арамызда не болды? Бұл не жағдай деді. Кешегі түн өте керемет өтті Шермен ханым. Тағы да қайталап көреміз бе деді. Жоқ, ұятсыз, кет мұнда. Шық деді. Сол кезде есікті тақылдатып Нермин келді. Сен мұнда неғып жүрсің деді. Шай, сіз ешқандай жаңалықтарды білмейсіз бе? Мәжиде Қазымнан ажырасайын деп жатыр деді. Қазым Мәжидеге таңғы ас даярлап келді. Мәжиде Қазымнан кешірім сұрайтынын және де тілшілерге барлығын айтатынын айтты. Ал Шермен болса қызына хабарласып, қызым, сендер ажыраспақшысыңдар ма деді. Жоқ, ана, оны қайдан шығардыңыз деді. Нермин келіп айтты ғой, азан мен адамның мазасын алып деді. Анаң не дейді деді. Екеуміздің ажырасасыңдар ма деп айтып жатыр деді. Көлікке отырып, бұл тілшілерге неге маған жауап беруге мұрша бермедің деді. Сара ұлын үйінде алып қалды. Ұлым, осында қал, сәл тынығып ал, содан кейін үйіңе барасың деді. Жарайды деп ұлы төсекке жаттым. Ал Нермин болса Шерменге тиісіп жатыр. Ажыраспайтын болды, татуласыпты деді. Ал бірақ Нермин оған сенбеді. Нермин Жиһангердің артына барып, кешегі мойныңда қалқа қайда деді. Ал Мәжиде Сараға баратынын осы жерден бір дүкеннен тастап кет деді. Фильмнің жалғасы бар, арнама тіркелеміз.